Қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін 5 минутта жасалатын пицца жасайтын боламыз. Үй жағдайында өте әдемі, созылмалы пицца болып шығады. Жасап көрсеңіздер, ешқандай да өкінбейтін боласыздар. Қараңыздаршы, өте созылмалы, әп-әдемі пицца болып шықты. Менімен бірге болыңыздар, ал бисмиллах деп. Осылай нанымызды алып, ортасынан кесіп алатын боламыз. Менің арнама жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Осылай нанның бетін алып тастаймыз да, үстіне үйіңізде не бар? Майонез болса майонез, кетчуп, бәрін осылайынан жағып қосып аласыздар. Бір ыдысқа жасап алсаңыздар да болады. Мен осылай бірден жасап кете беремін. Осылайынан барлығын бір келкі қылып жағып алатын боламыз. Оның үстінен майонезімізді көбірек қылып жағамыз да, оның үстінен жаңағы балғын қызанағымызды турайтын боламыз. Мен тек қана сырмен осындай қызанақ қостым. Сіздер колбаса, соленый огурцы, не үйлеріңізде болады, қосып жасай берсеңіздер болады. Менің балдарым соленый жемегендіктен осындай қылып помидор қылып жасадым. Осылайынан помидорымызды қойып аламыз. Дәл пиццадағыдай не қосады, барлығын қоса берсеңіздер бола береді. Барлығын осылайынан сырымызды өткізіп алатын боламыз. Бір текст қылып, барлық жеріне бірдей қылып қойып шығатын боламыз сырларымызды. Осылайынан жетпей қалған, тимей қалған жерлеріне, барлық жерлеріне қоямыз да 5 минутқа духовкаға жібереміз. Мінекей бізде осындай сұлулық. Менімен болғандарыңызға рахмет.